16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассалаумағалейкум, қадірменді телегөрермендер. Эфирде ем болсын хабары және оның жүргізушісі мен Алтынбек Рахымберді. Асқазаныңыз ауырып, маза бермей жүрме. Асқазаныңыз ғыжылдап, өзіңізді жайсыз сезініп, тіптен лоқсу пайда болды ма? Ал соның салдарынан ұйқысыздық, тіптен жұмысқа деген қабілетіңіз нашарлап кетті ме? Асқазан ішек жолдары ауруларын емдеуге болатын білесіз бе? Олай болса арнамыздан алыстамаңыз. Дәл осы хабарымызда асқазан ішек жолдары туралы сөз қозғаймыз. Ал студиямыздың қонақтарын таныстырып өтейін. Ламифарен орталығының білікті маманы Айдос Қадырбайұлы және Ламифарен өнімін тұтынатын тұтынушымыз Марияхан Садырбай қызы келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қадірменді телегөрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Асқазан ішек жолдар аурулар туралы осы хабарымызда егжей-тегжейлі түсіндіруге тырысамыз. Ал енді осы асқазан ішек жолдары деп отырмыз ғой. Осыған бір тоқталсаңыз. Қандай ауру? Асқазан ішек жолдары біріншіден барлық халқымызға ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бұл асқазан ауруының дамуы және де пайда болуы өте оңай тәсілдермен келеді. Тамақтан немесе сусыннан жеп жатқан. Ол асқазанның мынандай аурулары болады: гастрит, қыжыл, геморрой, язва, ойық жара қазақ тілінде, және де іштің қатуы сияқты аурулар. Немесе жаңағы басқада ащы қышқыл дәмдердің келуі, сондай ауруларды пайда болып жатады қазіргі таңда. Оның екінің бірі ауырады ондай асқазан ауруларымен, шыны керек. Біздің елде қай түрімен көп адам ауырады? Ең көп. Басты назарды қайсысына аудару керек? Ең көп түрі ыңғай келіп жатса, асқазанды толығымен емдеу керек. Ол жаңағы гастритпен де ауыратын адамдар көп хабарласады, язвасы бар адамдар да көп хабарласады, және де іштің қатуы өте көп. Ол аурулардың пайда болуының басты себебі неде? Басты себебі жаңа айта өткенімдей, ол тамаққа байланысты. Адам егерде табиғи өнімдерді, таза өнімдерді жеп өссе, онда міндетті түрде адамға ондай аурулардан аулақ болады. Ал егерде жаңағыдай ароматизатор, консерванттар қосылған көп тамақтар жей беретін болса, ертең күні осындай ауруларға тап бола береді адам. Бастапқы кезде өзі асқазан белгілері жиі байқайтынымыз, таң ертеңгісін тұрған кезде ғыжылдың пайда болуы, немесе тамақ ішкен кезде асқазанымыздың топталуы, сіңбеуі деген сияқты бір белгілері өзіміз күнделікті өмірден көріп жүрген. Кейде асқазаным ауырып тұр деп, оны бірден өзіміз біле қоямыз. Егер соның алдын алмасақ, сөйтіп ереңсіз санап жүре берсек, оның зардабы қандай болуы мүмкін? Ертең оның зардабы өте үлкен зардаптарға келуі мүмкін. Ол үлкен жаралар, немесе ертең күні онкология деп жатырмыз, өте қауіпті аш ішекте, тоқ ішектегі ісіктерге апаруы мүмкін. Немесе ертең күні асқазанды түгелімен құртуға, асқазанның бөрін құртады, және де бүткіл асқазан ішек жолдарын улағаннан кейін ары қарай басқа ағзалар да уланады. Ол көптеген ауруларға апарады. Оның барлығын дер кезінде емдеу керек. Енді Марияхан апайымыз студиямызға келіп отыр ғой, өзінен сұрайықшы. Апай, сіз алғашқы кезде осы өнімді қолданбай тұрып, Ламифарен өнімін сіз қазір тұтынып жүрсіз ғой, тұрақты тұтынушысыз, пайдасын көрдіңіз, солай емес пе? Иә. Бұл өнімге дейін сізде қандай аурулар мазалаған еді? Бұған дейін мен 14 жылы кейін аяқ кішенде қатты ауырдым. Неде ұйқым жөнді дұрыс болмай, содан асқазанымнан ауырдым, давлением көтеріліп, бұрын суставтарым басталған 2008-ден бастап. Емделген бе едіңіз оның алдында? Сол докторға емделіп жүргем. Иә. Соны кейіннен осыны өзім радиодан естіп, иә. Соны январдан бастап заказ бердім, февралынан. Содан 15 жылдым. Содан бері ішіп келе жатырмын. Жақсы өте. Алғашқы кезде қандай әсерлерін байқадыңыз? Мен алғашқы кезінде барлық ауырған жерімді қозғайды екен. Сол мен өзімді. Ауруды күшейтіп жүрген сияқты әсер берді ма сонда? Жоқ, сондай күшейткен емес, енді қозғайды екен. Реакция. Иә. Әрбір ауыратын жерімді қозғап. Содан кейін 5-6 күннен кейін қайта бір қалыпты неметеді екен де. Содан бері ішіп келе жатырмын, өте пайдалы екенін біліп, мен соны әлі тоқтатпай ішіп келе жатырмын. Арасында демалам. Демалған кездегі дәрілерімді отырдым, соның ішем. Бас уақытта дәрілерді көп ішпеймін. Өйткені отырдым дәрілерін, ішін асқазанды неметеді. Асқазанды құртады дейсіз ғой. Бір жерің жасы, бір жерің неметеді. Өйткені арасындағы басың ауырады, тағы бір жерің ауырады. Оны ішуің керек. Сол кезде асқазанға өте зиян дәрілер. Мынау асқазанға өте жұмсақ, жақсы сондай
Пайдасын көрдіңіз, сол пайдасын көріп отырмын. халыққа, дүйім жұртқа айту үшін студиямызға келіп отырсыз ғой енді. Иә, кейбір кісілерге, сұраған кісілерге айтам, жақсы асқазанға өте жеңіл, барлық ауруға былай несі пайдасы бар. Қазір өзіңізді қалай сезінесіз? Өзімді жақсы сезінемін. Сіз қалай тапсырыс бердіңіз? Мен сол радиодан естіп, Үйіңізге жеткізіп берді ғой? үйге жеткізіп береді. Үйіңізге жеткізіп берсе, ол үлкен кісілер үшін қолайлы қызмет деп тұр емес пе? Енді осы ламифарен өнімі асқазан ішек жолдарын емдеуде бір зардаптары жоқ па, кері әсерін бермей ма? Бұл қалай емдейді? Бұл ламифареннің құрамында бірде-бір бояғыш жаңағы иістеуіштер жоқ болғандықтан, бұны 6 айлық нәрестелерден үлкен қарт кісілерге дейін іше беруге болады. Ешқандай қорқынышсыз. Жақсы. Апай, сіз осы Алматы қаласында тұрасыз, иә? Иә. Сізге жеткізу оңай болды. Енді сіздер Алматы қаласында орналасқансыздар, тұрақты. Ал енді басқа да қалаларымыз бар. Мысалы, Орал біздің республикамыздың бір қиыр шетінде жатыр. Сол сияқты ол кісілерге қалай бұл өнімді өзінің сақталу температурасы бар ғой? Солдан бұзылып кетпеу үшін қандай тез уақытта, қандай тәсілдермен жеткізесіздер? Сұрағыңыз өте орынды. Осы термопакеттер арнайы осы ламифарен үшін жасалынған. Алыс жолдарға, бір жаққа жол жүріп жатсаңыздар, осы термопакетке салып аласыздар. Курьерлер осы термопакетпен үйлеріне дейін доставка тегін апарып береді. Қанша уақытқа дейін салқындықты, температураны сақтайды? Салқындықты бұл 24 сағатқа дейін сақтай береді. Ішінде қолыңызды сұқсаңыз да бір 7-8 сағаттан сап салқын болып тұрады. Бұны бірінші салқындатып алу керек шығар сонда? Бірінші холодильникте салқындатылып тұрады. Одан осы термопакеттерге салынғаннан кейін сол температурада тұрады. Жақсы, бұл қаншалықты температурада, қанша градуста сақтау керек өнімді? Мысалы, ашқаннан кейін қанша уақыт пайдалануға жарамды? Ашқаннан кейін бұл ламифарен өнімі мына күндермен есептеген кезде 18-20 күнге есептелінген бір құтысы. Бір құтысы. Ал бұл ашылмайтын болса қанша уақыт тұрады? Ашылмайтын болса, жарты жылдан астам уақытқа дейін шыдай береді. Қысқа уақыт, яғни 18-15 күнге ғана ашылғаннан кейін қолданып үлгеретін болса, жарамды, одан кейін бұзылып кетеді. Оның себебі неде? Оның себебі бұл 100% таза табиғи өнім болғандықтан, ұзаққа сақтайтын химиялық элементтер жоқ деген сөз ғой. Ішінде ешқандай бояғыш немесе жаңағы антибиотиктер қосылмайды бұның құрамына. Сондықтан 100% табиғи өнім болғандықтан, бұны тезірек ішіп емделу керек. Оны сақтап қоюға керек жоқ, емделу керек бұны ішіп. Сақтап қою үшін емес, емделу үшін дейсіз ғой. Жақсы. Хабарымызда өз мәресіне жетіп қалған екен. Апай, енді өзіңіз көрермендерге не айтасыз бұл өнім жайлы? Қысқа нұсқа айтып берсеңіз. Көрермендерге айтарым, енді өте адамға жақсы. Енді жеңіл асқазанға әсіресе. Сұраған кісілерге де айтам, енді осыны алып ішсеңіздер өте жақсы деді, көмектеседі деп. Көмектесуіне бірден-бір дәлел өзім дейсіз. Өзім, иә, көмектесу. Өзім міне 3 жылдан бері әбден сеніп білемін. Ешқандай кері әсерін, жақсылығынан басқа кері әсерін байқамадыңыз? Көргем жоқ. Жақсы, түсінікті. Ал енді? Жақсы, кім болса да сондай аурумен ауырған ішуге өте жақсы. Рахмет, Алла разы болсын. Алла шипасын берсін. Өзіңіз айтсаңыз, түйін сөзді. Бұл ламифареннің ішкен кезде асқазан ауруларына берер пайдасы, мына тәбетін жақсартып, қышқыл мен кекірік, ашық қышқыл дәмдер келіп тұрады ғой, тамақтан кейін. Сол ашық қышқыл дәмдерді кетіреді. Изжога дейміз, жаңа запыран келеді, немесе бас айналу, құсу деген сияқты нәрселердің барлығын толыққанды кетіруге пайдасын береді. Және де бұл ламифаренді сіздерге қиыр шығыста болса да, Орал, Атырау қалаларында болса да, біз ұшақпен болсын, көліктермен, арнайы термопакетпен болсын, жеткізуге әрқашан дайынбыз. Кезінде атпен де жеткізгенбіз, шыны керек. Атпен демекші, яғни қой бағатын малшы қауым бар, сол жаққа да жеткіземіз, иә. Тегін үйлеріне дейін, табалдырықтарына дейін тегін апарып береміз. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Қадірменді телекөрермендер, міне барынша сіз емделіп кетсін деп жағдайды жасаған екен орталықтың мамандары. Енді бұндай өнімді пайдаланбасаңыз, қандай өнімді пайдаланбақсыз? Аурудан сауығуға және оның алдын алуға, тіптен асқазаныңыздың жақсарып қайта қалпына келуіне де өз пайдасын беретін 100% таза табиғи өнімге тапсырыс беремін десеңіздер, экранда көрсетілген байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Орталықтағы мамандар сіздерге қосымша сұрақтарыңызға жауап беріп, толықтай ақпараттарды сіздерге қанағаттандырады деген ойдамыз. Студиямыздың бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.